да біздің аудан көлемінде әр мектеп ретінде біз аталып өтті. Өйткені ол жақта 2000 сарбазға Кербұлақ ауданынан туған жерлеріне жеткізілді. Бүгін Күреңбел қазақ орта мектебіне ауған соғысына Кербұлақ ауданынан қатысқан батыр ардагерлерімізбен бірге ерлік сабағы өткізілді. Ерлік сабағына мектебіміздің кадет сыныптары, бастауыш сынып оқушылары, 11 сынып түлектері қатысты. Батырларымыздың осы ауған соғысындағы ерліктері, өмір жолдары, алғашқы рет, алғашқы әскерге шақырылған кездегі олардың сезімдері, дайындықтары туралы оқушылардың сұрақтарына жауап берілді. Кездесудің жалпы мақсаты балаларды отансүйгіштікке тәрбиелеу, болашақта елімізді қорғайтын, еліміздің туын желбірететін елжанды азаматтарды тәрбиелеу мақсатында өткізілген іс-шара мазмұнды өткізілді деп ойлаймыз. Ардагерлерге арналған оқушылардың өлең жолдары және әндері шырқалды. Жалпы ардагерлердің алдында біз тағзым етеміз,